Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар. Біз сіздермен тәуелсіздік жолындағы қадамдарға да жетіп қалдық, яғни тәуелсіз Қазақстанымызға да жақындадық, иә. Жалпы 1990 жылы сәуірде Республиканың жоғарғы кеңесінің ұйғаруымен Қазақ КСР президентінің қызметі тағайындалды. Яғни біздегі жалпы оған дейін бірінші хатшы болатын болса, бұл жолы президент деген ұғым қайта келді. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екендігі, яғни сайланған еді, иә. Ол Қазақ КСР-ның 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ККП орталық комитеті саяси бюросының құрамынан шығатындығы жөнінде мәлімдеген болатын. Және де 1991 жылы 7 қыркүйекте өткен төтенше съезде Қазақстан Компартиясы таратылатындығы туралы шешім қабылданды. 1991 жылы желтоқсанның 8 күні Минскіде 3 славян мемлекетінің басшылары бас қосып, бұл басқосуда КСР-ны тарату және де тәуелсіз мемлекеттер одақтастығы құрылатындығы туралы жарияланған болатын. Және де 1991 жылы 13 желтоқсанда Ашхабадта Орта Азия республикалары мен Қазақстан жетекшілер, яғни президенттер бас қосып, осылайша КСР отырады. Яғни бұл Ашхабадта жиналған жиналыста жаңағы Минскте жиналған 3 славян мемлекетінің басшыларының айтқан нәрсесін қолдап, сол жерде барлық мемлекеттер КСР-ны ыдырату туралы шешім қабылдаған болатын. 1991 жылы 1 желтоқсанда бізде Қазақстан Республикасында жалпы президент сайлауы өтіп, президент күні ретінде айтылған болатын. 1991 жылы 10 желтоқсан күні Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев салтанатты түрде ант беріп, өз жұмысына кірісті. Яғни Қазақстан Республикасының президенті ретіндегі өз жұмысына 10 желтоқсан күнінен бастап кіріскен екен. Және де 1991 жылы Қазақстан Республикасы болып, біз өз тәуелсіздігімізді жарияладық. Яғни біз Қазақ КСР емес, Қазақстан Республикасына осы кезеңдерде 91 жылдың 16 желтоқсанда қол жеткіздік, иә.